Видеоны көрмес бұрын YouTube каналымызға тіркеліп кетіңіздер. Мен сіздерге қазір күн тәртібін қалай жасау керектігін көрсетемін. Ең алдымен мектеп басқару батырмасын басып, мектеп баптауларына кіреміз. Бізге керегі жаңа күн тәртібі. Енді мына жерге түскенде күн тәртібінің атауын жазамыз. Мысалы мен даярлық сыныбына күн тәртібін түсіруім керек. Енді бізге сабақтың ұзақтығы керек болады. Сабақтың ұзақтығы бізде 25 минут. 25 минутты. минут енгіземіз. Әрі қарай сабақтың басталуы бізде 14:30. Соны белгілеп аламыз. Сабақтың аяқталуы міне автомат түрде шығып тұр 14:55. Үзіліс уақыты бізде 5 минут. 5 минутты белгілейміз. Келесі сабақ бізде екінші сабақ 15:00-де басталады, 15:25-те. Үзіліс уақыты 15 минут. Келесі сабақ бізде 15:40-та басталып, 16:05-те бітеді. Келесі сабақтың үзілісі бізде 5 минут. Енді бізге 4-ші сабақ керек болғандықтан сабақты қосу батырмасын басамыз. Мына жерде 4-ші сабақ қосылды. 4-ші сабақ 16:10-да басталып, 16:35-те бітеді. Енді осы жасаған күн тәртібін біз сақтаймыз. Күн тәртібі сәтті құрылды.